Ақбөбек халықаралық мектебінің ұйымдастыруымен өткен турнирде Орал және Атырау облысымен қатар өңірлік жас спортшылар бақ сынады. Жарысқа қатысқан 120-дан астам жасөспірім 12 командаға бөлініп, тартысты ойын көрсетті. Араларында волейболдан бұған дейін де бірқатар турнирге қатысып, жеңіске жеткен командалар да бар. Батыс қазақстан Орал қаласынан келіп отырық. Қалалық 19 мектептен. Енді жаңа бір ойымыз өтті. Жақсы ойын өрнегін көрсетті балалар. Команда дайындық үстінде жақсы. Енді алдағы Қазақстан Республикасының чемпионатына дайындық сол. Осыған бір мәрте келіп ойнап кетейік деп, ойынымызды көрсетейік деп келдік. Біріне ойнап жүрген мектептен соны облыстық командалыққа құрамасындағы мүшелер жалпы барлығы. Волейболдан ашық турнир 2 күнге созылды. Төрешілер мейлінше балалардың доп ұру, ұпай салу шеберлігіне мән берді. Озық шыққан командаларға жүлде табыстады. 2 күнде кім мықтыны анықтадық. Нәтижесінде ең мықты жеңіп шықты. Жеңімпаздарға осы мектебіміздің атынан кубок, медаль, бағалы сыйлықтармен марапаттадық. Ең бастысы бұл жарысты ұйымдастыру себебіміз өткен жылы біз дәл осы жастағыларға қыздар арасында халықаралық етіп ұйымдастырған едік. Енді биыл да сондай дәрежеде, жоғары дәрежеде өткізуге тырысып, ойдағыдай атқарып шықтық. Сонымен ашық турнир нәтижесі бойынша бірінші орынды Ойыл ауданының командасы жеңіп алды. Ал екінші орын оралдықтарға бұйырды. Жүлделі үштікті тағы да өңірлік команда еншіледі. Тартысты доданың биылғы нәтижесі осындай. Жарыс алдағы жылы да жалғасын таппақ. Нұрболат Құмантайұлы, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.